12 жұп басма нервтері 3 топқа бөлінеді. Бірінші, екінші, 8-ші жұп басма нервтері сезімтал жүйкелер болса, 3-ші, 4-ші, 6-ші, 11-ші, 12-ші, 7-ші жұп басма нервтері қозғалтқыш жүйкелер. Яғни аталған жұп басма нервтерінен шыққан жүйке талшықтары белгілі бір бұлшықеттерді қозғалысқа келтіреді. 5-ші, 9-ші, 10-ші жұп басма нервтерінде қозғалтқыш та сезімтал да жүйке талшықтары бар екен. Енді әрбір нервге, яғни әрбір жұп басма нервтеріне жеке-жеке тоқталайық. Бірінші және екінші жұп басма нервтері. Басқа басма нервтерінен қарағанда аталған жұп басма нервтерінде ядро болмайды. Бірінші жұп басма нерві, яғни иіс сезу нерві нервус альфакториус деп аталады. Енді оның жүру жолына тоқталайық. Жалпы бізде жоғарғы мұрын жолында регио альфактория орналасқан, ол дегеніміз иіс сезу аймағы. Осы иіс сезу аймағында бірінші нейрон орналасады. Яғни осы бірінші нейрон иіс сезу аймағында орналасқан, ол өзінің жаңағыдай дендриттерін береді. Бұл сезімтал жүйке деп айтып кеттім, яғни сезімтал жүйкеде ақпаратты алып келетін бізде дендрит. Яғни осындай көптеген салбырап тұрған дендриттер жоғарғы мұрын жолында. Олар енді бірінші нейронға қарай ақпаратын береді. Осында бірінші нейрон орналасады. Сол бірінші нейронның аксондары, яғни 15-20 шақты болып жиналады да, екі жақтан, яғни мұрын екі жақтан ламина криброза арқылы өтеді. Яғни бізде бұл жаңағыдай бас сүйектің ішіне қарай көтеріледі. Бас сүйектің ішіне қарай мұнда бірінші нейроннан дендриттер ақпаратты алып келді. Одан бірінші нейроннан шыққан. Бізде ақпаратты әкелетін дендрит, ал алып кететін аксон ғой. Бірінші нейрон, аксон шықты. Одан кейін ол ламина криброза, яғни торлы сүйектің табақшасы арқылы жаңағыдай бас сүйектің ішіне қарай, жоғары қарай көтеріледі. Содан кейін бульбус альфакторияға барады. Бульбус альфакторияда екінші нейрон орналасады. Осы бульбус альфакторияда екінші нейрон орналасады. Сол екінші нейроннан шыққан аксондар трактус альфакторияны түзеді. Обонятелин тракт, трактус альфакторияны түзді. Одан кейін трактус альфактория өз кезегінде жолақтарға бөлінеді. Трактус альфактория үшінші нейронға тоқтайды. Яғни трактус альфактория дегеніміз екінші нейроннан шыққан аксондардан түзіліп отыр. Сол жерде тригонум альфактория орналасқан. Сол тригонум альфактория аймағында үш жол арқылы ары қарай осы иіс сезу тракты үш жол арқылы кетеді екен. Біріншісі стриа альфактория медиалис. Бұл жолмен ол гирус дентатусқа барады, яғни тісті қатпарға барады. Ол жерде төртінші нейронда тоқтайды. Стриа альфактория интермедия арқылы фимбра гиппокампияға барады. Ол жерде тоже төртінші нейронға тоқтайды. Стриа альфактория латералис арқылы корпус амигдалоидум, яғни бадамша тәрізді ядроға барады. Жалпы бадамша тәрізді ядро дегеніміз тоже иіс сезудің қыртысасты орталығы болып табылады. Бадамша тәрізді ядро туралы толық ақпаратты менің каналымдағы видеолардан таба аласыздар. Ары қарай ункусқа барады, яғни стриа альфактория латералис корпус амигдалоидумға тоқтады. Одан кейін ол бізде ункусқа барады. Ункус дегеніміз ілмек, бұл иіс сезудің қыртыстық орталығы болып табылады. Яғни төртінші нейрон осында орналасады екен. Мына суреттерден анығырақ көре аламыз, яғни дендрит былай ақпаратты алып келді бірінші нейронға, бірінші нейроннан аксондар шығып ламина криброзадан өтеді, бульбус альфакторияға барады, ары қарай трактус альфакториус, солай неше түрлі жолдармен, яғни үш түрлі жолмен стрияларға бөлініп тоқтады. Одан кейін стрия жаңағыдай бадамша тәрізді дене, ең соңында ол бізде тоқтайтын аялдамасы немесе остановкасы, ол бізде ункус болып табылады екен. Келесі екінші жұп басма нерві, көру нерві нервус оптикус деп аталады. Жалпы бұл жерде торлы қабық, яғни көздің қабаттарында бізде торлы қабық деген қабат бар. Сол қабатта үш нейрон орналасады. Үш нейрон онда орналасқанда таяқша құтыша, ең алдымен бірінші клеткалар, ол бізде таяқша құтыша. Солар бізде дендрит, яғни ақпаратты әкеледі таяқша мен құтышаға. Таяқша құтыша деп отырғанымыз сол нейрон. Одан кейін одан аксон шығады, биполярлы клеткада тоқтайды. Биполярлы клеткадан аксон шығады, ганглиозды клеткада тоқтайды. Одан аксон шығып, солай көру нерві түзіледі. Көру нерві түзілді. Яғни торлы қабық деген ең сыртындағы қабық, жаңағы үш нейрон осы жерде орналасқан, бір-біріне аксондарын беріп, осылай көру нервін түзді. Көру нерві осылай екі жақтан келеді. Солай ол каналис оптикустан шыққан кезде толық емес қиылыс түзеді. Мынау бізде толық емес, яғни белгілер бөліктері ғана қиылысында, қалғандары өзінің бағытымен кете берді. Толық емес қиылыс түзді. Сол қиылыстан кейін көру нерві, яғни көру нерві деп аталған еді, ол бізде енді көру тракты деп аталады. Осы қиылыстан ары қарай көру тракты деп аталады. Келесі төртінші нейрон, яғни жаңағы үш нейрон торлы қабықта еді. Одан кейін төртінші нейронда
қыртысасты орталықтарда болады 4-ші нейрон. Олар корпус геникулатум латерали, яғни ол ортаңғы мидың шатырындағы құрылым еді ғой, міне. Бізде ортаңғы ми 2 бөлікке бөлінетін еді. Сол шатырында бізде латеральды инді дене 4-ші нейрон осы жерде орналасқан қыртысасты орталық. Яғни 3 нейрон болды, енді 4-ші нейрон қыртысасты орталықта. Одан кейін пульвинар, яғни таламустың жастықшасында да 4-ші нейрон орналасқан. Ол бізде мына ортаңғы мидың үстінде орналасқан. Таламус дегеніміз жалпы ол бізде таламус деген аралық миға жатады. Аралық ми, ортаңғы ми туралы менің каналымда видеоларда толықтай айтылған. Яғни 4-ші нейрон орналасты. Одан кейін аксондар шығады да көрудің қыртыстық орталығына барады. Ол мидың шүйде аймағында орналасқан сулькус калькаринус. Міне, сулькус калькаринус, яғни көрудің қыртыстық орталығы болып табылады екен. Адам осындай шүйдесімен құлайтын болса, көрудің қыртыстық орталығы зақымдануы мүмкін. Алдағы видеоларда мен басқа да бас ми нервтеріне толықтай айтатын боламын. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпа.